Ошондо сиздер менен бүгүн биз осундай классический дом жасайтын боламыз. I'm just smoking something much louder. She asked me if I do this every day. I said often. That's how many times she rode the wave. Now I'm just smoking something much louder. She asked me if I do this every day. I said often. That's how many times she. Ошондо бизге эndi биринчи иштейтин заттарыбыз бизге дуп керек. Дуппен биз осундай схема боюнча блоктарды коюп чыгуу керек болот агачтарды. Сосын бизге дубовый ступеньки керек болот. Соларды биз дәл осулай коюп чыккандан кийин дәл артынан осуну коюп чыгатын болобуз. Ошон биз үйдө кешинче жагын, алдыңкы жагын кайсы дейбиз, дәл артынан сондай зат істөө керек болот. Сосын осулай ступенькилерди осулай каратып коюп, биз домалак істеп чыгуубуз керек болот. Домалак істеп болуп чыккандан кийин бизге ошон дубовый доскалар менен осулай ичин толтуруп чыгуу керек болот. Бол бизде пол болот. Сосын мен если бир жагын істейтин болсом, экинчи жагында дәл солай істөө керек болот. Сосын осулай бир блоктан кылып, бүкүл дуптарды бир блок көтөрүүгө туура келет. Сосын достар, көтөрүп болгондон кийин биз 10 блок эң четки жактарынан бийигирээк 10 блок бийикке көтөрүүбүз керек болот. Сосын биз ошон бир жагын истейтин болсом, экинчи жагына дәл солай істөө керек болот. Дәл осулай бирюзовый доска менен осулай истейтин болобуз. Сосын үчтө бизде терезе болот. Сосын дәл аркы бетинен дәл солай істөө керек болот. Сосын дәл аркы бетинен істеп болгондон кийин бизге черный стекло керек. Классический дом болгондон кийин мен черный стеклону тандайын дедим, өткөнү башка стеклолор бул үйгө ончалык келмейтин болот. Сосын бизге перевернутый дуб, бирюзовый доска менен осулай коюп чыгуубуз керек болот. Дәл аркы бетинен дәл солай істейтин болобуз. Сосын биз үйүмүздүн уже заборун, сама чет жагын безопасный кылуу үчүн ошон бирюзовый забор менен осулай коршоп чыгуубуз керек болот. Ошон 4 жагында солай істеп чыгабыз. Сосын істеп болгондон кийин биз эndi терезе істейтин боламыз. Ошон дәл сол эсиктин алдынан ошон 2 блок жан жагынан дубовый доска, үстүнгү жагынан 6 блок болотундай кылып, осулай 2/3 2 высота менен солай стекло істеп чыгабыз. Дәл 4 жагынан да солай істеп чыгуубуз керек болот. Сосын төбө жагын дуппен осундай кылып, этаждарды бири-бири менен бөлөтүн боламыз. Сосын баганагы пустой жерлердин баардыгын толтуруп чыгатын боламыз, өткөнү бизге эсик жасайтын жер керек болот. Үчтүккө биз фонарь коюп боламыз болашакта. Ошо эле үйдүн ышыгы дайын болуп жаткан сыяктуу. Если сиздерде де солай болуп атса, дурус істеп атсыздар. Сосын бизге дубовый, кәдимги дубовый агачпен баганагы нашиттердин бүкүлүн ошо істеп агач кылып істеп чыгуу керек, өткөнү адеми көрүнбөйтүн болот. Сосын бүкүн істеп болгондон кийин биз шамалы үйдө сразу үйдүн ишин шамалы кичинекей болсо да істеп кою керек болот. Бизге осундай кылып істеп чыгуу керек. Бүкүл баганагы агачпен бөлгөн высота менен бирдей. Сосын баганагы коршоодун бүкүл ошон адеми кою керек деп ойлойм. Андай крышасы менен солай бүкүл істөө керек. Дәл осулай истеген жакта экинчи жагын олай истемейтин боламыз, өткөнү экинчи жак ол сад или черный выход болот. Ояк былай берги жактан караганда башкача болуу керек деген сыяктуу, башкача болуу керек сыяктуу деген ойдамын. Сосын классический домик болгондон кийин агачпен, эсик агачпен, сосын андай крыша бирдей болуу керек деген сыяктуу, бирдей бирдей болуу керек. Сосын иштеги эсиктин алдында дизайн бир нерсе кылып істөө керек болду. Мен басында түшүнбөдүм калай істөө керек экенин, биракта шамалы определиться этүүгө туура келди. Өткөнү мен выживаниеде примерно творчество ачылды. Осундай болуп шамалы биздин үйдүн эсигинин алды көрүнө баштайтын болду. Бирюзовый неме осулай коюп чыгабыз, бирок болашакта картина коюп чыгууга туура келетін болот. Сосын биз осулай бирюзовый люктарды, бирюзовый деп дубовый люктарды осулай коюп чыгуу керек, өткөнү былай наяк бир кухня менен или башка да оюн ойнойтун жерди экөөнү бир бөлүү керек болот.
сосын достар біз шамалы былай негізі 3 блок қылсаңыздар да болады, бірақ та мен өзім 2 блок қыла салдым, бірақ та өздеріңнің желанияларыңыздан шамалы үй кең болған сияқты деп ойлаймын, если 3 блок болатын болса. Сосын крышасын қазіргі уақытта істемей ақ қойыңыздар. Бұл видео соңында мен қалай дұрыс істеу керек екенін көрсететін боламын. Қазір ол просто примерно план крыша осындай кирпичтен істелінсе ба деген ойда. Сосын артқы жақта да дәл бағанағыдай істеген болсаңыздар, бағанағы шамалы қалған люктардан осындай қылып мен не істей салдым. Үшін былай типа күннің светінен, если гүлдер тұратын болса, гүлдерге күннің светімен де кеш болса да, жоқ түс болса да, былай күн түсіп тұрады. Өте әдемі деген ойда боламын. Сосын кирпичевый нелерді, лестницаларды керісінше қойып, сосын артқы жақта осылай соңымен бітірдім. Енді алдыңғы жақта бір нәрсе қою керек, бірақ мен оны әзір істей алмаймын, өйткені менде данный екінші этаждың терезесін істеу керек болады. Оны мен белый бетоннан істеп жатырмын, бірақ та если қалғандары низкий графикамен өйтін болса, онда сіздер неме 6 месяц салыңыздар. Өйткені мен высокий емес соңында все равно істейтін боламын. Мен өзім низкий болса графика не істей салыңыздар. Белый 6, қойдан табылатын 6 месяц салыңыздар, өйткені ол куда более экономичнее, бірақ та мен сосын ярко оның цветі ше. Ал қазір белый бетон низкилермен ойнайтындарда, высокийда ойнайтындарда әдемі көретін болады. Өйткені типа ол высокий, высокий менесе зарядка тез кетеді, сосын қататыл лагать етеді, сондай болады. Компьютерде высокий ойнауға болады, ал низкийде онша не советую болып тұр ғой. Сосын төбе жағын дәл сондай қылып не істейтін боламыз, бірақ бұл жақта 3 терезе болатын болады, бір блоктап 2 высотадан. Сосын белый бетонмен бүкілін бұлар қойып шығу керек болады. Дәл солай ағы бетте де істеп шығайтын боламыз. Сосын бізге наяқтан дұрыстап бізге не істеу керек болады, терезе бір блок алғара шығып тұрады. Қасындағы 2 жақты да, ол жақты да бір нәрсе істеуге тырысатын боламын. Сосын біз терезен типа полублоктар ұстап тұрған сияқты болсын деп, мен осындай ағылып істеп осындай полублок ағашпен қосалым. Өткені ол типа белый бетон, сосын черный стекломен сочетается болып тұр ғой менің ойымша. Сосын осылай қойып шығатын боламыз. Дәл артқы жақты да дәл солай істеп шығатын боламыз. Дәл қалай мен алдын істедім, дәл солай артында істеңіздер. Өткені бұл үй примерно арт мен алды бір қайталанатын үй болып тұр өткені. Сосын белый бетонмен осылай қойып шығатын боламыз. Дәл солай 4 жағына істеп шығатын боламыз. Бұл менің ең бірінші выживаниедағы үйім. Ең бірінші емес, енді осы картадағы ең бірінші үй. Мен примерно түсінбей тұрмын, қалай келесі жолы мен енді видеолар бірінен соң бірі дұрыс болып кеткен сияқты. Мен ойымша алдыңғы картадағыларын әдемі қылып түсіндіріп жатқан сияқты деген ойдамын. Өйткені более-менее өзіме шамалы түсінікті болып тұр. Сосын мен өте көп кирпич болды, керек болды. Өйткені мен в начальном выживании болдым, менде онша көп ресурс болмады. Сосын мен бүкіл 42-ші уровень, 22-ші уровеньге қарап, құртып железный шлем істедім, өйткені менде алма жоқ болды. Сосын достар, бағанағы істеген терезелеріңізден алдынан бір блоктан алдан шығарып тұру керек. Бұл жерге біз крыша істейтін боламыз. Если сіздерде подворный доски, көтерілетін блоктар бар емес пе? Сондай болса, джунгли ше. Мен досым бар да, үш өтпа карташ ше, үшеуінде де, выживаниеде не шығады ғой, атет джунгли картасы, джунгли бітпейді ғой, жүре береді, бітпейді. Менде болса, екінші картам, мен екінші картам оның алдында бір 4-5 дейма карташтым ау пайдеу. Бірақ та мен білеттер джунглиге түспеген, мен творческий мен ғана ашатын болсам, ғана джунглиге түскем ше. Мен вообще ешқашан джунглиге түспеппін. Так что білмеймін, ондай выживаниеде
подвозки дейтін екен. Мен житель шығады ғой алдымнан ше, торговый житель ше, и содан не түссе ана не бамбук ше, сосын тұрамын да, о надо сатып алу керек деп изумруттарды баққа айтамын ғой ше. Изумруттар изумруд бар ғой ше, қайтып келемін ғой, бірақ ана зомби өлтіріп тастайды ғой ше, ё-моё. Сосын менде ешқашан андай выживание не болмаған, андай доска, ой, лестница ше, андай блок лестница былай көтеріп не шыға беретін. Сол самый лучший деген самый лучший зат деген сияқты менің ойымша. И сосын достар, постройкаға келсек, в общем түсініп жатқан шығарсыздар қалай болып жатқанын. Осылай кирпичпен қойып шығатын боламыз. И сосын ең төбе жағында бір блок қояды, и соларды бір-бірімен былай қосып шығатын боламыз. Ең соңғы жақта, ең соңымен екі жағында кіріше бермесе, олар бір блок төменде тұр ғой ше. И сол үшін біз олармен андай не істейтін боламыз. Былай екі жақпен дәл солай қосатын боламыз, бірақ соңғы жағына келген кезде не қоятын боламыз. Ответ, в общем, осындайдың просто не лестницасын қоятын боламыз. Міне как көрсететін боламын. И ба соңына келдік қой ше. И өшітке қарай былай бір блок қоя салмаймыз. Төменінен бір блок қоймаймыз. В общем, бізге өшітке не қой керек, андай осындай қолымда тұрды ғой, мен ана топордың қасына ше осындай блокты қой керек. Мына жерге просто қойып көріп жатқаным қалай болып жатқанын ше просто. И сосын кирпичпен бүкілін қойып шығуымыз керек біз. В общем, күтеміз енді. Видео шама ұзақ болсын, айтпесе не анау видео кішкентай қызық емес болып түсіндіретін шығар деген ойлап қалмасын деп тұрғанмын ғой. Міне осылай, міне наконец-то. И осылай қойып шығатын боламыз. Өйткені более-менее осылай әдемі шығар деген ойлап болдым. И сосын зомби бір нәрсе крышадан шықпайтын болады. Крышаның осы жақта освещать ету керек емес болады. И сосын достар, былай не бағана істетіп қойған терезені ше. В общем, алғарай бір блок шығып тұратын ше. И сосын бағана в общем төрт жағынан да осылай үйлеріңізге кіріп көріңіздер, осы жерде пустой болып тұру керек. И пустой жерге біз кварц қойып шығуымыз керек. Біз кварц өте қымбат болса да, бірақ та осындай в общем кварцты бір блок істеу үшін төрт блок керек. И сосын төрт блокнан әшеде төрт блок деп төрт не керек, андай алған кезде кварц дейтін ше. И сосын ол кварц блок істеп шығарамыз. И в общем мен бүкіл выживание таптым. Удача 3 мен. Лучше удача 3 мен қазыңыздар, чем дальше кете берген ше. Лучше бірден лучше қазбай қойыңыздар. Лучше киркаға удача 3-ді күтіңіздер. Әйтпесе өте ұзақ болып кетеді ол. И сосын мына жерге времени лестницаны алып тастайтын боламыз. Мен оны сіздерге қалай жатқан көрсеткен жоқпын, өйткені бұл өте неудобно. И төбеге көтеріліп батқан кезде телефон дырлап кете береді, андай дың деп тұра береді. Андай экран қозғалып кете береді. Лучше осындай минимальный подвозки, андай не забордың үстіне шерсть қойып істеген әдемі. И сосын екінші этажда құлап кетпесін деп осындай не қойып қойдым. Забор қойып қойдым, былай кетіп батқан кезде құлап кетпесін деп. И сосын әшекке қарай белый коверларды қойып шығатын боламыз. В общем, клем деп айтсақ та болады. И сосын әшекке қарай не қойып қоямыз. Төбеге көтеруге удобно болсын деп. Әйтпесе бір шерсть үстіне көтерілген кезде телефон жаман қатты дірілейді. И сол үшін осылай не қойып қойдым. И сосын уже видео соңына кетті. Кішкентай ғана есіктің алдына не қойып қойсайын дедім. Есік. Диван. В общем, диванды осындай тиктоктан көріп алған лайфхактымды істеп жатырмын, сіздерге көрсетіп жатырмын. Типа минимальный, в общем, әдемі бір жастықтар болады. И в общем, бағананы заборды алып тастадым, люктарды алып тастадым да, и сосын әшкере бір әдемі бір картина қояйыншы десем, бірақ әшкере 3 блок картинаны қоямадым никак. И сосын 2 блокты черептің картинасын қоя салайын дедім. И достар, сіздермен осылай видео бітті. И бірақ видео бітті деппін ғой. Не даладағы енді сәмәлі әдемі минимальный красотаны істеу үшін мен ешқашан себеппін болай терезенің алдына гүл қойып сөйтіп.
И в общем шелковый касаниемен железный лопат істеп алдым. И осылай бір не ағаш болса да гүл болса да қойып жатырмын. Өйткені бізде компьютер версия емес, компьютер емес, компьютерда андай костымкамен қанша андай ағаш өсен баса берсең де андай басқа блоктарды сынып тастайды да, андай самый главный ағаш өсіп шығады ғой ше. И сосын достар осы жерден не істеп тастайтын боламыз. Осылай екі ортасы бос болады ғой. Мен қанша ойландым, бірақ та осылай дұрыс деп ойлаймын. И в общем екі ағаштың орнына қосатын боламыз. И сосын люктармен осылай жауып шығатын боламыз. Астына бирюзовый полублокты қойып шығатын боламыз. Келесі видео осыдан более-менее түсінікті болады и более-менее қателігіміз жөнейтін шығармын деп ойлаймын.